Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дефис арқылы жазылатын сөздер. Мен осыған кішкене түсінік беріп өткім келеді сендерге. Дефис және сызықша сыртқы жағынан өте ұқсас. Яғни біздің мақсатымыз осы екі таңбаны ажырата білу. Дефис ол орфографиялық, ал сызықша пунктуациялық таңбаға жатады. Яғни біз дефистен қателессек, орфографиялық қате жібергеніміз болып саналса, ал сызықшадан қате жіберсек, ол пунктуациялық қатеге жатады. Сондықтан дефис келген жерде кідіріс жасалмайды, балалар. Сызықша келген жерде біз біраз кідіріс жасаймыз. Пауза. Дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Бұл оның сызықшадан ажыратылатын басты белгісі. Екіншіден, дефис сызықша секілді сөйлемнің мазмұнына еш әсер етпейді. Үшіншіден, шартты түрде алғанда дефис сызықшадан қысқа болады. Яғни сызғанның өзінде де дефисті қысқа ғана сызады екенбіз, ал сызықша біраз ұзындырақ болады екен. Дефис арқылы жазылатын сөздер. Яғни қандай сөздер дефис арқылы жазылады? Мына 4 бағанға назар аударыңдар. Бірінші, қос сөздер дефис арқылы жазылады. Балалар, біз қос сөздің не екенін білеміз ғой. Қазір төменде біраз естеріңе түсіріп өтетін боламын. Қос сөздердің барлық түрлері дегеніміз, қос сөздің екі түрі бар. Қайталама қос сөз, қосарлама қос сөз. Яғни қос сөз келген жердегі барлық тыныс белгілер ол дефис екен. Мысалы, ыдыс-аяқ қос сөз арасында дефис тұр. Күннен күнге, жалт-жұлт, көзбе-көз, күш-қуат, аз-кем. Осы секілді қос сөздер көп, солардың орталарына қойылған тыныс белгілер, бұлар дефистер. Екінші, дефис қойылатын жер реттік сан есім цифрмен жазылғанда, немесе інші жұрнақтары көрсетіліп жазылса да, арасына қойылатын тыныс белгіні дефис дейміз. Бірақ ескерту, ай, жыл ретін білдіретін реттік сан есімдер цифрмен жазылғанда арасына дефис қойылмайды, балалар. Жаңа айттым сіздерге, реттік сан есім цифрмен жазылғанда арасына дефис қойылады дедік. Мына ретте қараңыздар. 6-шы сынып, 70-ші пәтер, немесе 70-ші пәтер, інші жұрнағынсыз да жасала береді. Арасына қойылған мынау тыныс белгі дефисге жатады екен, балалар. Жаңа айтылған ескертудегі мына сөздерге назар аударыңыздар. Күн аттары, ай аттарының арасындағы тыныс белгі қойылмайды, дефис қойылмайды. 8 наурыз, 2020 жыл деген сөздерде арасында дефис жоқ. Осы ескертуге мұқият назар аударайық, балалар. Кей жағдайда болады, кейбір балалар осындай ай, жыл, күн аттарынан кейін, ретінен кейін дефис қойып қояды. Ол қате екен. Дефис қойылатын жер тағыда күшейткіш буын арқылы жасалатын сын есімнің күшейтпелі шырай тұлғаларында. Мысалы, күшейткіш буындар дегеніміз қайсы? Мына сын есімді күшейтіп айтатын буындар. Жасылды күшейту үшін біз жап-жасыл дейміз. Сұр түсті күшейтіп айту үшін сұп-сұр. Кішкентай дегенді айтқымыз келсе күшейтіп кішкентай дейміз. Әп-әдемі. Осы жердегі күшейткіш буындар арқылы жасалатын сөздердің арасына дефис қойылады екен. Және 4-ші ең соңғы ереже, қысқарған сөзге жалғанатын қосымша дефис арқылы жазылады дейді, балалар. Біз қысқарған сөздерді білеміз, я? Кейбір жағдайда күрделі атаулар қайта-қайта қайталанып келген кезде жаза беріп жалықпас үшін осы секілді қысқартылады. Мысалы, тмд-ға, баққа, қырының дейді. Бұл сөздердің мағынасын білетін шығармыз, я? тмд-ға тәуелсіз мемлекеттер достығы. Бақ, бұқара ақпараттар құралы. Қыры, Қазақстан Республикасы деген сөздер. Бұлардың барлығын қысқартып және қосымша жалғаған кезде арасына қойылатын мына тыныс белгіні сызықша демейді екенбіз. Бұл дефис.
Яғни дефис арқылы жазылатын сөздер осы 4 ережеге бағынады. Қалғандарының барлығы сызықша. Жаңа жоғарыда айтып өткен болатын балалар. Күрделі сөздерге біраз түсінік беріп өтем деп. Бірінші ережеге сүйенетін болсақ, дефис қос сөздердің арасына қойылады екен, иә балалар? Қос сөздер дегеніміз не еді? Ол күрделі сөздердің бір тармағы. Күрделі сөз дегеніміз екі немесе одан да көп сөздердің бірігуі арқылы, қосарлануы, қысқаруы және тіркесуі арқылы жасалатын сөздер. Яғни, күрделі сөздің 4 түрі бар деген сөз. Соның бірі қос сөздер. Ал қос сөздер бір-бірімен қосарланып жазылады және арасына бүгінгі өткен тақырыбымыз дефис қойылады екен. Күрделі сөздерге мысалдарды қарап шығыңдар. Күрделі сөз, біріккен сөз жатады, жаңа айттым сендерге, қос сөз, қысқарған сөз, тіркесті сөз. Біріккен сөзге мысал: жолбарыс, сары ағаш, яғни екі түбірдің бірігуі арқылы басқа бір күрделі сөз туындап тұр. Жол және барыс сөзі бірігіп еді, жолбарыс деген аң атауына айналды. Сары, яғни сын есім, ағаш деген зат есімнің бірігуі арқылы сарыағаш деген жердің атауына немесе өсімдік атауына айналып кетті балалар. Күрделі сөздің екінші түрі қос сөздер. Дефис арқылы жасалады дедім жаңа. Мысалы, ата-ана, дүркін-дүркін. Күрделі сөздің тағы бір түрі қысқарған сөздер. Қыры, бұқуы, кігі. Бұл жерде күрделі сөздер алғашқы әріптері арқылы қысқарып тұр. Және соңғы түрі тіркесті сөздер. Кейде екі сөз тіркесіп келіп, бір мағынаны беретін күрделі сөздер болады. Мысалы, көкала. Көкала дегеніміз екі түсті білдірмейді, бір ғана түсті білдіреді. Көк пен қара аралас түсті білдіреді. Оны көкала дейді. 15 екі түрлі сан есім тіркесуінен жасалса да, бір ғана күрделі сан есімнің атауын беріп тұр. Дефис арқылы жазылатын сөздерге көптеген мысал келтіруге болады балалар. Мына жерде а, әрпінен келетін бірнеше мысал тұр. Өздеріңіз қарап көріп алыңыздар. Бұл сөздіктен алына салынған тек мысалдар. Яғни қос сөздер дефис арқылы жазылса, дефис арқылы жазылатын сөздер өте көп екен балалар. Жақсы балалар,